будем смотреть. Сондықтан қазақшада бұл мәселені айтып кетейін. Ведомствоаралық комиссия тиісті шешімді қабылдап, бүгін үкіметтің отырысында бұл мәселе қаралды. Үкіметтің отырысының нәтижесіне сәйкес 1 қыркүйектен бастап жаңа оқу жылы осы дәстүрлі офлайн форматта басталайын деп отыр. Бұл мектептер бойынша да, балабақшалар бойынша да, колледждер мен жоғарғы оқу орындарына да тиесілі қабылданған шешім. Сондықтан осы шешім шеңберінде жұмысты ұйымдастыратын боламыз. Әрине де бұл мәселе бойынша өте қатаң санитарлық талаптарға сәйкес болу керек. Соның ішінде айта кететін болсақ, бұл маска кию мәселесі, екіншіден кварцтау, желдету режимі бойынша, үшіншіден ашық қосымшасын міндетті түрде пайдалану бойынша, тағы да басқа да осындай санитарлық талаптарды қатаң сақтау қажет болады. Егер мысалы бір бала бір сыныпта жаңағындай ауырып қалатын болса, әлде басқа да бір мәселелер болатын болса, онда сол сыныптың өзі ғана сол қашықтан оқыту форматына жіберіледі. Ол біріншіден. Екіншіден, дене ыстығы бар, температурасы бар балалар, олар мектепке осы дәстүрлі оқуға жіберілмейді. Яғни оларды уақытша сол егер ОРВИ болса да, басқа себептері болса да, уақытша қашықтан оқыту форматына көшіріледі. Және де егер ата-анасы ауырып қалса, әлде олардың жаңағындай бір басқа да таныстары ауырып, олар бір қарым-қатынаста болса, онда осы балаларды да біз бір мезгілге тиісті